Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей, қараңыздар, қандай керемет тамаша. Мінекей. Оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей. Бұл озормен кардиган болсын, жемпір, жилет, тіпті пальто тоқса да болады. Мінекей. Қандай керемет, е? Бұл озор өзі 6 қатардан және 4 көзден ғана тұрады. Тоқылуы да өте оңай. Ал кеттік ендеше. Осы озорды бүгін тоқып көрейік. Енді мына жерде мен 17 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісіне тоқып шықтым. Бисмиллахиррахманиррахим. Озорымыздың бірінші қатары. Бірінші көзді іліп аламыз. Сөйтеміз де 3 оң тоқимыз. 1, 2, 3. Мынау төртінші көзді біз тоқымай, мынау оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ұзын жіп артта қалады. Тағы бір қайталап жіберейік. 3 оң. 1, 2, 3. Төртінші көзді біз тоқымай, оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар 3 оң. 1, 2, 3. Мынау төртінші көзді біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Жаңағы бұл оң бетінде біздің тоқымай өткен көз болатын. Тағы бір қайталап жіберейік. 3 оң. 1, 2, 3. Төртінші көзді біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар 3 оң. 1, 2, 3. Төртінші көзді біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. 1 оң. 2, 3. Төртінші көзді біз оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар 3 оң. 1, 2, 3. Төртінші көзді біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. 3 оң. 1, 2, 3. Төртінші көзді тоқымай өтеміз. Осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың төртінші қатары аяқталды. Бесінші қатар. Бесінші қатарда біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мынау тоқымай өтіп жүрген төрт қатарында тоқымай өттік қой. Бұны да біз оңғы тоқып жібереміз. Мінекей. 3 оң. Мынау төртіншінде біз оңғы тоқып жібереміз. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, осымен озорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз.
Мінекей, узорымыздың 6-шы қатары аяқталды. Енді узорымызды бір көріп жіберейік. Мінекей, әлі онша дұрыс көрінбейді, бірақ әдемі болып шығып келе жатыр. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Енді дәл осылай бірінші қатарынан бастап, әрі қарай өсіп жалғастыра бересіздер. Мінекей. Енді мына бірінші қатарын тағы бір қайталап көрсетіп жіберейін. 3 оң. 1, 2, 3. Мынау 4-ші көзді біз тоқымай оң білтекешке ауыстырып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. 1, 2, 3. Үшеуінде де оңға тоқылдық. 4-шісін тоқымай оң білтекешке ауыстырып жібереміз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Бұл узорды да өте оңай болып шықты. Мінекей. Дәл осылай енді әрі қарай жалғастыра бересіздер. Енді үлкен узорымызды көрейік. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті әдемі. Тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.